Видео басталмас бұрын мен сендерге iCatFix деген каналды ұсынғым келіп отыр. Бұл жерде өте қызықты видеолар ылғи шығып тұрады. Егер сендерге бұл қызықты болатын болса, описаниедағы ссылкаға кіріп, осы керемет каналға жазылып кетсеңіздер болады. Ал онда біз бастаймыз. Сәлем, іс бұлай болған еді. Болған нәрсенің бәрі менің есімде. Ол апайды біздің кабинетке мектеп директоры әкелді. Балалар, танысып қойыңдар, бұл Татьяна Ивановна. Ой, кешіріңіздер, Китана Иваяновна. Ол сендерді математикаға үйрететін болады. Иә, әрине сөйтетін боламын. Мен оның басқалардан өзгеше екендігін лезде ұқтым. Жалпы сендер білесіңдер ме, математика мұғалімдерінің барлығы странный кісілер болып келеді. Ал сендер де қалай, комментарийға жазып кетіңіздер. Оның қылықтары мынандай еді. Ол классқа ылғи уақытында келетін, тіпті шықпайтындай болатын. Бір жолы мен 1 сағатқа ерте келіп қойдым. Сағатым қате тұрып қалған болатын. Және классқа келген кезде мен одан ток шығып тұрғанын көрдім. Ал токтың соңы қосылып тұрды. Ол не, робот па? Ол мені көріп қойды да, мен телефонымды толтырып жатырмын, деді. Және мен оның телефонын көрген де жоқпын. Тағы да айта кететін жағдай, ол ылғи бір киімді киіп жүретін. Және тағы да бір жағдай асханада болған еді. Біз асханада тамақ ішіп отырған кезде, сол апайдың біреумен кездесіп бір нәрсені алып жатқанын көрдім. Ал одан бір қою қара нәрсе ағып жатты. Бұл не, қан ба? Және мұнайға да ұқсайтын екен. Ол бірнеше тамшыларды ұстап, жалап, менің ең сүйікті дәмім, рахмет, деді. Бұл маған келесі ай туғанға дейін жетеді деді. Қайдағы ай, кім уақытты ай туғанымен өлшейтін еді? Сосын мен бұны тексеру керек деп шештім. Ол үшін оның кабинетін ақтарып көру керек болатын. Ол кабинеттен кешке шығып кеткен кезде, мен оның кабинетінің кілтін алып есікті аштым. Сөйтіп ашып қалып, оның тартпаларын ақтара бастадым. Бірақ бұндай нәрсе көремін деп күтпедім. Менің көргенім, стоп. Бұл нәрсенің қызықтылығы сонша, енді бір анимацияға жетеді. Жалғасын көргің келсе, лайк басып арнаға жазылып кет. Назарыңа көп рахмет. Сау бол.